Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай әдемі өрнек тоқып үйренетін боламыз. Бұл өрнек өзі бар болғаны 4 қатардан тұрады және бір көзден. Шамалы жақындатып көрсетейін, мінекей. Көрдіңіздер ме? Қандай керемет тамаша. Ал кеттік ендеше осы өрнекті тоқып көрейік бүгін. Мен мына жерде 10 көз алдым және мына теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоқып шықтым. Ал кеттік. Бисмилля. Өрнегіміздің бірінші қатары. 2 теріс, бір оң. 2 теріс, бір оң. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді екінші қатар. Екінші қатарда біз сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Мінекей өрнегіміздің екінші қатары аяқталды. Енді үшінші қатар. 2 теріс. Енді мінекей қараңыздар. Мынау оң көз бен мынау теріс көздің екі ортасында мінекей мынау жолақтар бар, мінекей. Мынау біреу, екеу. Мынау екінші жолақтың астынан мынау ұзын жіпті осылайынан тартып аламыз. Сәл осында қылып. Сосын келесі бір оң. Енді мынау қараңыздар, тағы да мына оң көз бен мынау теріс көздің екі ортасында мінекей тағы мынандай жолақтар бар. Осы жолақтың мынау 1, 2, мінекей. Осы екінші жолақтың астынан біз тағы да мына ұзын жіпті тартып аламыз, мінекей. Енді 2 теріс. Тағы бір қайталап жіберейік. Мінекей мынау оң көз бен теріс көздің екі ортасында мынау 1, 2, мынау екінші жолақтың астынан осындай ұзын жіпті тартып аламыз. Бір оң. Тағы да мына теріс көз бен оң көздің екі ортасына мінекей біреу, екеу, екінші жолақтың астынан осындай ұзын жіп тартып аламыз. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің үшінші қатары аяқталды. Мінекей. Ал енді төртінші қатары. 2 оң. Мінекей. Енді мына жерде мынау 3 теріс көз тұр. Осы үшеуін бірге терісінен тоқып жібереміз. Келесі 2 оң. Тағы да мына 3 терісті үшеуін бірге терісінен тоқып жібереміз. Үшеуін бірге. Соңғысы 2 оң. Осымен өрнегіміздің 4-ші қатары аяқталды. Жаңа айтқандай, бұл өрнек бар болғаны 4 қатардан тұрады. Мінекей, бар болғаны осы. Мінекей. Көрдіңіздер ғой? Дәл осылай, енді бірінші қатардан бастап, қайттан осылайынан тоқитын боласыздар. Сол кезде осындай әдемі өрнектер шығатын болады, мінекей. Көрдіңіздер ғой? Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болады. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.